2019 жылдан бері 20-ның үстінде студентіміз жеңімпаз атанды. Енді мен өзім сол студенттердің жетекшісі ретінде жыл сайын осы колледжде жетістікке жеткен шығармашыл студенттерімізді осы жобаға дайындаймыз. Ең басты мотивация Қазақстан Республикасының үздіктерінің қатарына кіру және колледжімізді биіктен көрсету болып табылады. Жалпы дайындықта ешқандай қиындықтар болмайды, себебі ата-анам, ұстазым және достарым өзіме көмектескендіктен ешқандай қиындық туындырмады. Жалпы конкурс видео өзімнің проектім бойынша және өзімді таныстыру бойынша және 7 беттен тұратын презентация болды. Ол жерде өзімнің проектімді таныстырдым. Проект жалпы қазіргі таңда Атырау қаласында мұнай өндіріп жатырғанда попутный газ өте көп бөлінеді. Сол попутный газды далаға құртпай, оны электричествоға айналдыруды жоспарлап және соны план ретінде құрдым.